Біз бүгін мектебіміздің 80 жылдығын тойлап жатырмыз. Өте керемет дайындықтармен келдік. Қазір қонақтарды күтіп жатырмыз. Оқушыларымыз әдемі, мінекей домбырамен қонақтарды күтіп жатыр. Мектебіміздің 80 жылдығы және осы біздің мектебімізге жазушы, журналист, публицист, драматург, киноаудармашы Маршал Әміржанұлы Әбдіқалықов есімінің берілгеніне 30 жыл, соны атап өтіп жатырмыз. Келген қонақтарымызды біздің домбырашылар оркестрі қарсы алып жатыр. Ұстазы Ләззат апайы. Canım gitti ғой менің. Суға батып жатқан адамның қарынан немесе көмектесіңдер деген секілді сөздерін жұртты естіп, соның үстіне ұшып барып, осындай құрастырған біздің проектімізбен групппен желетті үстіне тастап, адамға жаға режиссерге көмек береді. Сонымен қатар бүгін бір жұмысымыз каст робоспорт жарысына республика жолдама алып тұр. Жетекшісі Қаражанова Жанна арқан тартыстан облысымыз бойынша бірінші орын иегері атандық. Бұйырса жеңіспен оралғанбыз деген сенімдеміз. Құтты болсын. Осылай жарыстар өтеді. Спорт ойындар болғандықтан арқан тартыс, күрес деген қазақи ұлттық ойындарды осындай роботқа салып жүрген жайымыз бар. Рахмет. Біздің мектебіміздің мақтанышы Ақмарал ұстазымыз келе жатыр. Мынау біздің ардагер ұстаздарымыз. Бері қарап жіберіңіздер. Кекетіп жүрмең, қақталған күнге тері деп, құлағын жұмып сұрлана қалған баланы, ойлаңдар үнсіз бөріліп, қапыда қалма өледіп. Маңғыстау деген киелі қазық атпайлар, қолына туар анадан алып қасқайдар. Маңғыстау деген әбіш пен әмен өстері, көкірегінде күнбелі жиһаз оттой бар. Арыңды сенің Маңғыстау, өлеңім менен қорғаймын. Аспас екен атаның қаны сол қайғым. Маңғыстау сені жырлаған сәтте тереңнен, қаңтардағы құйынды құрау таңдаймын. Төрлетіп қонақ, көңіл бір сыйға теңелсін, жатаған төбе жарқабақ тауға теңелсін. Толқыған көңіл торқаулы тойдың үстінде, халқым аусаған осыдан артық не берсін. Бұл карталар құпия кітапқа бастайтын жол сияқты. Okusan diye sanmayısın diye gider.
Нұрғожа Аминаға сөз кезегін береміз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрғожа Амина. Менің зерттеу тақырыбым маршал публицистикасындағы өндіріс тақырыбы. Маршал Әбдіхалық көпқырлы тұлға, қаламы жүйрік журналист, жазушы, публицист, драматург, аудармашы, өлке тарихын зерттеуші. Талантты өнер және өмір жолдарына тоқтала кететін болсақ, маршал Әбдіхалықов 1936 жылы 26 шілдеде Сығанды округіне қарасты Ақшұқыр жерде дүниеге келген. Әкесі Әміржан 1942 жылы соғысқа кетіп хабарсыз қалғандықтан анасы Балипаның тәрбиесінде болады. Маршал 1943-53 жылдар аралығында Киров атындағы орта мектепте оқи жүріп, тырнақ алды шығармаларын жаза бастайды. Сонымен қатар орыс тілін өте жетік меңгереді. Маршал 1954-59 жылдар аралығында Киров атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде қазақ тілі және әдебиеті пәнінен ойдағыдай бітіріп, Лениншіл жас газетінен әдеби қызметкер болып тағайындала тұрса да, жаңа жағдаймен елге оралуға тура келеді. 1963 жылы Қабдоловтың шақыртуымен Алматыға жанұясымен қоныс аударып, Лениншіл жас газетіне әдеби қызметкер болып орналасады. Осы кезеңде Маңғыстау дәуірінің ашылғанын біле аламыз, өйткені маршал Әбдіхалықовтың Маңғыстаудан шыққан тұңғыш журналист жазушы екені осыған себеп те шығар. Осы шығармаларының көптеген шығармалардың дені өндіріс тақырыбына арналды. Мен осы өндіріс тақырыбын зерттей келе осындай макет жасадым. Ең алғаш 1961 жылы июньдің 20-сы түнгі сағат 2-де 6-ші скважинадан Жетібай өңірінде мұнай атқылаған болатын. Мен осы мұнай скважинасын, яғни бұрғылау скважинасын сізге жасап макет арқылы көрсеттім. Және бұл жерде карта бейнеленген. Картаны қарап отырса, ең алғаш Маңғыстауда атқылаған мұнай өндіріс орындары және де маршал Әбдіхалықовтың осы зерттеу нәтижелерінде жүріп өткен жолдары көрсетілген. Қорытындылай келе маршал Әбдіхалықовтың мұнайды қаламмен қазған жазушы деп айта аламыз. Өйткені маршал Әбдіхалықовтың басты мақсаты осы Маңғыстаудың атын бүкіл әлемге, Қазақстанға таныту болды. Сонымен қатар өзінің артынан ерген ұрпақты мұнай игеруге шақыру болды. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Халықтың әдеби мұрасын зерттеп жүрген бұл күнде Шахмардан Есенов атындағы және инженерия университетінің филология факультетінің кафедрасының меңгерушісі, ғалым, Отарбан Ақмарал Нұрғожақызының шәкірті Досмағамбетова Аружан осы біздің мерейлі мерекемізге өзінің маршалға арнау өлеңін тарту еткен болатын. Сол маршалға арнау өлеңін мектеп оқушыларының орындауында қабыл алыңыздар. Маңғаз мекен Маңғыстаудың бір туар ұл перзенті. Туған елде аты қалған жоғалмайтын келбеті. Қаламынан сыр төгілген маршал Әбдіхалықов. Бөлек еді тұлғасы оның, биік еді құрметі. Терең ойлы, ұшқыр қиял, білімі мол алғыр жан. Әдебиет әлеміне өшпес ізін қалдырған. Өз кезінде неше түрлі газеттердің бетіне туған елі Маңғыстаудың сан қырларын жарғылған. Алматыда Қазақ ұлттық универдің түлегі, ауылдағы үздік маман ұстаздардың бірі еді. Мектебінде оқу ісін меңгеруші сайланып, содан кейін газеттерге хатшы болып кіреді. Оның биік өмір жолы сол жылдардан басталды. Мұнай кенін дамытуда көп жұмыстар атқарды. Газеттерге очерктер мен мақалалар жаздырып, дәл осындай оның ерен еңбектері ақталды. Сар даламда салып өткен сара жолы көбесте, мұндай тұлға Маңғыстаудың мақтанышы емес пе? Оның жазған тырнақ алды әр еңбегі еленіп. Төккен әрбір маңдай тері жетеледі белеске. Жоғалмаған тұлғасынан адамдықтың ұғымы, жарты ғасыр фәнидегі келте болды ғұмыры. 30 жылын ел жұртының қызметіне арнаған қаламгердің өлмей туған биік болды ұғымы. Әрине біздің маршал атамыз туралы айтарымыз көп. Келесі әңгімемізді мектебіміздің мұражайында жалғастырсақ, баршаңызды маршал мектебінде маршал мұражайына шақырамын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мұражай.
Біздің қонақтарымыз енді мұражайға бара жатыр. Мұражаймен танысмақшы. Біздің мектебімізде маршаларды қалқыптың керемет, өзі әдемі музей орналастырылған. Сол кездегі өзі пайдаланған құрал жабдықтардың көбі бар. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Мен мұражайында 10-шы сынып оқушысы Алдаберген Айжан. Мен 1993 жылы маршал Hoş geldin